Күнмен бірге оянған барша көрермендеріңізге таң нұрлы болсын дейміз. Бүгін күн бейсенбі, наурыз айының 29 жұлдызы. Дүйсенбі мен жұма күндер аралығында көрерменге көтеріңкі көңіл-күй сыйлайтын ертіс таңы бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Сіздермен бірге мен Назерке Қанағат. Құрметті көрермен, күн сайын бізбен бірге ояныңыздар. Көктемнің әр күні шуақты болсын. Ендеше ертіс таңымен бірге таңын атырып отырған барша көрермендерімізге әсем ән жолдаймыз, қабыл алыңыздар. Алыс, жақын ба білмей күткен ғажап кейде өмір заңым әлде болу ғашық пенде адам сәт болып құралған қалуға естелік боп жаңа бұл дүние жоқ болып жаралған қосуға екі жанды дара бірге жетер арманға өмір жолын таңдауға тағы келер күн жаңа жалған түндерімде болшы ғашығы ғана мәңгі жүрегімнің адам сәт болып құралған қалуға естелік боп жаңа бұл дүние жоқ болып жаралған қосуға екі жанды дара бірге жетер арманға өмір жолын таңдауға бірге жетер арманға өмір жолын таңдауға бірге жетер арманға өмір жолын таңдауға Бүгін күн бейсенбі, наурыз айының 29 жұлдызы. Бүгінгі күннің осы ретте айшықты оқиғаларына тоқтала кетсек, 1994 жылы Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінде дәріс оқыған Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев Еуразиялық экономикалық одақ құру идеясын ұсынды. Ал 1996 жылы Ресей Федерациясының астанасында Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан және Ресей арасындағы экономикалық және гуманитарлық салалардағы интеграцияны тереңдету туралы шартқа қол қойылды. Сонымен бірге кеден одағын энергетика, көлік коммуникациялары, төлем жөніндегі міндеттемелер саласында жалпы құрылымдар жасауға мүмкіндік болды. Ал 2007 жылы Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа экономикалық реформаларды жүргізу саласындағы және мұсылман әлемі елдерінде позитивті диалогты кеңейтуге қосқан үлесі үшін мұсылман елдері
арасындағы үздік басқару жүйесі наградасы тағайындалды. 1893 жылдың 29 наурызында Алаш қозғалысы қайраткерлерінің бірі журналист, публицист, аудармашы Жындыбаев Әбдіхамит дүниеге келді. Сондай-ақ 1996 жылы Павлодар облысының Баянауыл ауылында Бұқар Жырау Қалқаманұлына ескерткіш ашылған болатын. Міне, құрметті көрермен, наурыз айының 29 жұлдызы осындай тарихи оқиғалармен есте қалды. Ал таңғы асқа не жеу керек? Әдетте таңғы аста біз тек қана пайдалы ингредиенттерді жегеніміз дұрыс болады. Біріншіден, таңғы аспен бірге адам ағзасына сіңген калорийлер майлы түнге айналмайды. Себебі олардың негізгі бөлігі адамның өмір сүру үдерісін сақтауға және түнгі калорий жетіспеушілігін қалпына келтіруге кетеді. Екіншіден, таңғы ас жемеген адамдардың қарындары түске даман әжептәуір ашады. Бұл шектен тыс тамақты жеп қоюға келіп соғады. Диетологтардың айтуынша, таңғы асты жемеген адамдар жетіспеген калорий мөлшерін кешкі тамақ кезінде толықтыруға тырысып, нәтижесінде ағзадағы май тіні көбейеді. Ал таңғы асты жібермейтіндер бүкіл күн бойы 20-30%-ке азырақ калорий тұтынады. Үшіншіден, әр адамның ағзасы керек мөлшерде таңғы энергия алмаса, бұлшық еттінің жағып бітіреді. Сонымен таңғы асқа не жеу керек? Бұл кезде көмірсу мен ақуызға толы тағамдарды жеген жөн. Мысал үшін тосап жағып не ірімшік кесегін қосып бір тілім нан жеген дұрыс болады. Одан басқа кез келген ботқа түрі мен қуырылған жұмыртқа денсаулығыңызға пайда тигізеді. Ең бастысы, өзіңізге зиян келтірмейтін және күш қайрат беретін табиғи өнімдерді жеуге тырысыңыз. Ал қазір таңғы асқа не әзірлесем екен деп ойланып отырған көрермендеріміздің назарына ас пулсын айдарын ұсынамыз. Здравствуйте, меня зовут Евгений, я повар КДЦ «Речной», и сегодня мы будем готовить салат витаминный, бутерброд с яйцом пашот и фруктовый чай. Әлемде 4000 тіл болса, алдағы 50 жыл ішінде соның 700 ғана қалады деген болжам бар. Яғни қолданыс аясы бар тілдер жойылады. Ал мұндай сындарды сәттен қазақ тілін алып шығу мүмкін бе? Өткен жылы мемлекеттік тілді меңгерген тұрғындар үлесі 83,1% құрады. Ал 2016 жылы одан да аз болатын. Үш тілді меңгерген ересек тұрғындардың үлесі болса 22,3%. Ал Павлодар өңірінде тіл білу деңгейі қалай болып жатыр? Тұрғындармен сауалнама жүргізіп көріп едік.
знаете ли вы казахский язык? Нет. А причины почему? Ну, в школе как бы не выучила его. И все так и не учила больше. Сейчас вам сколько лет? Думаете, сейчас уже научиться поздно будет? Да. Сейчас желания уже нету, некогда просто. Почему некогда? У меня работа такая, рано ухожу, поздно прихожу. Нет. А причины? А причины то, что уже возраст такой. Вот, когда было помоложе и знала бы, что надо изучать язык, изучала бы, сейчас уже поздно. Мен қазақша білемін. Мен қазақша көп сөйлеспеймін енді. Менде акцент бар, мен кішкене ұяламын. Енді мен қазір өте көп біздің мемлекеттік тілді оқып жатырмын. Енді Құдайым берса, мен келесі жылға тек қана таза қазақша сөйлесем. Жағдай жасалған, барлық мектептерде қазақ тілі өтіледі, барлық оқу орындарында. Білмеймін, не үшін үйренгісі келмейтін. Может, қажет деп есептемейтін шығар. Мен қазақша түсінемін, бірақ сөйлей алмаймын. Себебі? Себебі үйде орысша сөйлейміз. Қазақ тілін қаншалықты жақсы меңгергенсіз? Еңселі елімізде арайлап атқан таң шуақты болсын. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейік. Ертіс таңы ақпараттық сазды бағдарламасы алдағы 1,5 сағат бойы тікелей эфирде жұмыс жасайтын болады. Байланыс нөмірі 339035. Сондай-ақ WhatsApp желісіне сауалдарыңызды, ақ тілектеріңізді жолдасаңыздар болады. Экранның төменгі жағында көрсетілген 87-998-3082 нөміріне. Ал ендеше, құрметті көрермен, бүгінгі біздің қонақ жай студиямыздың ең алғашқы қонағымен де таныстыратын уақыт жетті. Бүгін бізде қонақта Қанат Тасыбеков, тіл жанашыры, ситуативный казахский кітабының авторы. Қанат аға, қайырлы таң. Қайырлы таң. Көңіл күйіңіз қалай? Жолдан шаршамадыңыз ба? Жоқ, өте керемет, көңіл күйім жақсы. Кеше Өскемен қаласынан келдім. Өскемен қаласында мен бір бағдарлама жазып берген болатын. 5-ші сынып оқушыларына салт дәстүрлерді факультативті бір курс жазып берген. Соны 1 жыл бойы олар оқытып, сол кеше класс жетекшілерін жиып, сонда 150-дей класс жетекшілері болды, соларға қатынастым. Сол мен талқыладық бағдарламаны. Сол өте жақсы. Қанат аға, жаңа ғана біздің тұрғындармен жүргізген сауалнаманың куәсі болдыңыз, көрдіңіз. Осы кішкене ғана сюжеттен Павлодар қаласы тұрғындарының тіл білу деңгейін байқауға болатын шығар. Бұл жөнінде не айтасыз? Бұл енді ешқандай бір таңсық нәрсе емес, өз жағдай осылай, бәр жерде де. Бізде қазақ тілі шын мәнінде де юре емес, де факто мемлекеттік тіл болып қалыптасып келе жатыр. Бірақ та бұл енді мектеп, балабақша, жасөспірімдер, оралмандар бар, соның әсері енді. Ал енді ересек адамдар, орыс тілділер, негізгі басқа ұлт адамдары, сол білмеген күйде қала береді, қалып жатыр. Мен енді мектепке ешбір қатынасым жоқ, өйткені мен педагог емеспін, өзім мамандығым филолог емеспін, кәсіби, әуесқой деп айтуға болады. Менің істеп жүрген өзім ісім, өзім айналысып жүрген нәрсе, бұл орыс тілді ересек, орыс тілді адамдарды қазақ тілін, ауызекі қазақ тілін сөйлеткізу. Соның методикасын, әдістемесін шығару. Өйткені бұл мен өзім өткен жолым. Мен 50-ге келіп, 50 жастан кейін қазақ тілін оқи бастаған өзім. Енді бұл жерде бір сұрақ туындайды. 50 жасқа келіп, 50 жастан кейін қазақ тілін оқи бастады. Бұл кеш емес пе? Не себепті 50 жасқа дейін сізде қызығушылық болмады қазақ тіліне деген? Бұл өте жақсы сұрақ, қызығушылық болды, әрине. Енді өзім әкем қазақ, шешем қазақ болғандықтан, мен енді қысқаша айтып кетсем, мен 59 жылы туғанмын. 1959 жылы. Осы Астана, қазіргі бұрын Целиноград қой. Сол кездерде енді оны айтып отырғаным 59 жылы бүкіл одақтық кеңес кезінде ғой енді халық санауы өткізілген. Сонда қазақтың пайызы қанша болатынын білесіз бе Қазақстанда? 29% болатын қазақтар. Қазақтың ішінде. Біз
үштің біріне де жетпегенбіз. Өзіміз елімізде. Көрдіңіз бе? Бұл енді бүкіл Қазақстан бойынша. Ал енді мынау оңтүстікте Шымкент не болмаса жаңағы Қызылорда облыстарында қазақтар шоғырланған жерінде оларда енді 90%-ға жететін болса да мынау солтүстік облыстарында Павлодар сияқты, Астана, Целиноград сияқты, Петропавл, онда қазақтардың саны өте аз болатын. Сондықтан менің тағдырым, бұл тек қана менің тағдырым емес, бұл жүздеген, мыңдаған, миллиондаған қазақтардың тағдыры. Орыстардың ішінде өсіп, жалғыз қазақ болдым сыныпта, жалғыз қазақ болдым. Оқу бәрі орысша, өздеріңіз білесіздер. Ал отбасыңыздағы тіл қандай болды? Кеңес кезінде оны ешқандай қазақ тілінде жоғары оқу болған жоқ. Көрдіңіз бе? Тек қана қазақ филологиясы пединституттарда. Сосын енді Мәскеуден аспирантураны бітірдім. Орыс тілінде ғой енді. Одан кейін 94 жыл Францияға кеттім мен. Францияда 4 жылдай болып, француз тілінде докторлық диссертация жасадым. Сол қайтып келгенде, 98 жылы қайтып келгенде, мен өзім есеп бердім. Мен француз тілін қазақ тіліне жақсы біледі екенмін. Сол намысыма тиді. Сіз енді жаңа қойған сұрағыңыз, сіз алдында неге құлшыныс болмады деп сұрап отырсыз ғой. Болды, әрине, сөйлегім келді, бірақ та үйде бала шаға болды, оны тәрбиелеу керек, жұмыс істеу керек. Енді 50-ден асқаннан кейін кішкене жинаған тергенім бар, не жейм деген сияқты ондай сұрақтар болған жоқ. Сосын бәрін қойып, бәрін сыпырып, тек қана тіл оқуға кірістім. Неден бастадыңыз? Неден бастағанда мен жаңа айтып отыр ғой, ересек адамдар біздің басымызға кірмейді деген сияқты. Мектепте бір жас қыз сөйледі ғой орыстың. Ол мектепте оқып тұрып меңгерген жоқ. Сондықтан мен логикалық тұрғыдан мен көрдім, мектепті бітіргендер, орыс мектепті бітіргендер қазақша сөйлей алмайды. Солай емес пе? Енді сөйлейм дегендердің ересек адамдар бізде өте жоғары лауазымды да чиновниктер өздері сөйлей алмай жатыр ғой, білесіздер. Қанша жыл болды. Сондықтан мен мынандай өзім топшыладым. Бізде ересек адамдарды үйрететін бір әдістеме жоқ, нәтижелі. Әдістемелер көп қой, әдістемелер, нәтижелі жоқ. Сондықтан өзім сондай бір әдістеме шығардым. Сіздің бұл кітабыңыз ерекшелігі неде сонда? Басқа әдістемелерден? Сол басқа әдістемелерден болғанда, енді өзімді үйреттім дегенде, бізде негізі адамның тіл меңгеріп кетуі, оның нәтижелі болуы, оқуы. Оның адамның ынтасына да, сосын адамның керектігіне жауап беретін болса, сонда ғана нәтижелі болады. Біз қазақ тілді қай жерде керек бізге? Мен сізге айтайын, далаға шыққанда, дүкенге барғанда, не болмаса билет сатып алғанда қазақ тілі керек пе? Керек, бірақ та біз орыс тілмен де көңілтіп жүреміз ғой. Орысша сөйлесек, бәр жерде түсінеді. Ал енді қазақша міндетті түрде қай жерде сөйлеу керек? Наурызға барғанда, солай емес пе? Наурыз айда болып отырмыз. Бір тойда, бір тілек бергенде, солай емес пе? Бір дәстүрлі, бір тұсаукесерге барсаңыз. Ал енді осының... Яғни сіз өзіңіз қысылған... Сондай жерлерде. Енді оның несі патшасы деп айтуға болады, осы жағдайлардың, ситуациялардың. Бұл қаза. Қазаға барғанда, сіз ойлаңызшы, қазаға барғанда сіз орысша айта алмайсыз ғой. Я очень сочувствую, я соболезную деп. Сізге айту керек. Мен иманды болсын, жатқан жері жайлы болсын, топырағы торқа болсын деп сондай сөздерді көрдіңіз бе? Сондықтан бұндай сосын бізде тағы бір қазақ тілінің ерекшелігі, біз көрінген жерде бізде мынандай бір мақал бар. Орыс ойына келгенді айтады дейді. Естідіңіз бе? Бұл да ешқандай орыстарды кемсіту деген жоқ. Мұнда орыстар емін еркін сөйлейді, экспромтом сөйлейді. Бізде қазақтарда бір әртүрлі жағдайда бір өздері қолданатын сөздер бар. Келісесіз ғой? Сондықтан да бізде тойға барғанда, тойға 100 адам шақырады, 100 адамға тілек береді, 100 адам бір нәрсені айтады. Солай ғой? Сосын қарындары ашып, неге осындай соншама көп тілек береді дегендері. Соны қолданысқа алу керек дедім. Барған жерге дайындалып бару керек. Сол жерде сондай жағдайда айтылатын сөзді бәрін жаттап алу керек. Содан бастау керек деймін де ересек адамдарға. Енді осы ерекшелігі осындай. Енді Қанат аға, сіздің сөз саптауыңызға қарап отырмын, тыңдап отырмын, барша көрермендеріміз куә шығар. 50 жастан кейін үйрендім деп отырсыз. Қазір жасыңыз қаншада сонда? 58-дем? 59-дам. 59-да, жақсы. Енді сонда 50 жасыңызға дейін мүлдем қазақ тілін білмедіңіз бе?
бір Жоқ, сөз білмедім. жоқ, мынау осы Сонда болды ғой дегенмен де. әрине енді әкем қазақ, мен көп балалы отбасының ішінде туғанмын. Менің әкем Тасыбеков Ғалым Жабейұлы 16 жыл туған. 16 жыл туған адам енді ашаршылықтан өтті, үш соғыстан өтті, партия қызметкері болды. Ақмола облыс полкомының ответ секретары болды ол кісі. Енді партияның адамдары білесіздер ғой, ол кездерде орысша сөйлейді, орысша сөйлегенде сондай. Мен 7 баланың ішінде 6-шымын. Бірінші алдыңғы апамыз 46 жылғы. Ол 16 жасқа келіп, және мектепті бітіріп, Одессаға кеткен. Одессада оқу бітірді. Менің алдымдағы балалар бәрі орысша оқыған. Сол маған бір досым айтты, мүмкін емес осылай сен сөйлеп кетуің қазақша. Сенің тілің қазақша шыққан ғой. Одан кейін сен қазақшаға, орысшаға оқып кетіп, одан кейін қайтып келіп жатсың ба деп. Сосын үйге келіп мен сұрамайын ба өз үлкендерімнен. Мен бала кезінде қазақша сөйледім бе? Бәрі күліп жіберді. Сенің тілің орысша шыққан дейді. Өйткені олар енді орысша оқыған, бәрі үйде орысша сөйлесеміз. Көрдіңіз бе? Менің әкем енді Жұмабек Ташенов деген кісіні білетін шығарсыз. Қазақтың батыры, біздің жерлерді қорғап қалған. Соның досы болған, жан досы болған, екеуі дос болған. Сол заманның адамы. Олар бізді қазақ мектепке бермегені, қазақ тілді құрметтегені емес. Бұлар енді шынымен сондай коммунист болды. Қазір мынандай осындай сұрақ туындайды, сіз неге қазақша сөйлемедіңіз, мүлдем сөйлемедіңіз бе? Мен айтып отырмын, мен жалғыз емес, мұндай адамдар көптен. Президенттің өзі, Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлы өзі айтты, қазақтардың жартысы қазақша сөйлей білмейді әлі. Көрдіңіз бе? Бұны енді қопарып әрқайсысы неге сөйлемейді екен. Сондай болды. Біз кеңес кезінде өсіп, оқып, қалыптасып қалдық. Көрдіңіз бе? Бұл жерде бір неге осындай бір ұлттық сана сезім болмады, не болмаса. Мен айттым ғой, алдында мен оқымағаным жағдай болмады. Өйткені өзін енді семьяны қамтамасыз ету керек болды, балалар болды, оларды оқыту керек болды. Бәрін еткеннен кейін қазірде көп адамдар орыс тілділер. Оны енді мүлдем сөйлей алмады деп айтуға болмайды. Енді мынау қара шай ішесіз бе, сүтпен ішесіз бе дегенге жауап бере алатын сұрақты. Ал енді бір ойды жеткізу, жазу, ондай деңгей болған жоқ. Қазір мен енді мынау ағып тұрған шешең болмасам да, өз ойымды жеткізетіндей бір деңгейге жеттім. Алаға, бірақ та қазір қай тілде ойлайсыз? Қазақ, орыс? Әлі де мен түбегейлі көшкем жоқпын қазақ тіліне. Кейбір кезде орысша ойлаймын, кейбір кезде қазақша ойлаймын. Сіз аударып отырам дейсіз ғой ойша? Жоқ, мынандай енді бір дәстүрлі бір нелер болғанда, мынау өзіңізбен жаңа сөйлесе отырып, кейбір кезде мына жерде қазақша ойлаймын. Ал енді басқа бір жағдайларда орысша ойлап кетемін. Енді әрине мен қазақша ойлап, қазақша сөз саптауым бәрі қазақша болсын деп тырысам. Өйткені қазақша сөйлегеннен кейін әдемі сөйлеу керек. Міне 8 жыл болды мен тіл оқып жүргеніме. 8 жыл болды. Бақандай 8 жыл дейді ғой. Әлі де мен наразымын өзім сөйлегеніме, әлі де үйреніп жатырмын. Жақсы. Ендеше аға, енді сіздің таңыңыз қалай атады, немен атады? Ең бірінші, құрметті көрермендерімізбен бірге сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Әуезді ән тыңдап алсақ, содан соң қайта ораламыз. Ендеше қабыл алыңыздар. Жақсы нәреке. Қасиетті топырағы кең дархан даламыздың, біз бәйтерек жапырағы асыл жер анамыздың. Туған елім, туған жерім, құт береке бақыт қонған мекенім. Туған
жерім бір өзіңді аялаумен өтермін сүйем мәңгі алтын ұям шіркін ғажап табиғатым теңіз көлім таулары көрген жанды тамсандырып көз жанарын жаулады туған елім туған жерім құт береке бақыт қонған мекенім туған елім туған жерім бір өзіңді аялаумен өтермін сүйем мәңгі алтын ұям туған елім туған жерім құт береке бақыт қонған мекенім туған елім туған жерім бір өзіңді аялаумен өтермін сүйем мәңгі алтын ұям туған елім туған жерім бір өзіңді аялаумен өтермін сүйем мәңгі алтын ұям Таң нұрлы болсын, құрметті көрермен, ертіс таңы бағдарламасын біз әрі қарай жалғастырамыз. Естеріңізге сала кетейік, біз тікелей эфирде жұмыс жасаудамыз. Байланыс нөмірі 33 90 35, сондай-ақ WhatsApp желісіне хат жолдасаңыздар да болады. 8700 998 30 82. Ендеше құрметті көрермен, уәде бергеніміздей біз студиядағы қонағымызбен бүгінгінің тіл жанашыры Қанат ағамызбен сұхбатымызды әрі қарай жалғастыратын боламыз. Қанат аға, енді өзіңіз де айтып кеттіңіз, көптеген мақалалардан оқыдым. Сіздің осы ситуативный казахский атты еңбегіңіз, әдістемелік кітабыңыз Абайдың қара сөздерінен кейін екінші орында тұрды дейді, сатылым бойынша. Бұл қаншалықты рас? Енді мен жариялаған емес, бұл енді статистика, мәлімет. Меломан деген дүкен, менің кітабым бұл енді 2013 жылы олардың хабарлауы бойынша енді Қазақстанда ең сатылатын кітап болды. Енді өзіңіз ойлаңыз, енді бізде 666 ма, 777 ма жазушылар одағы бар, мүшесі бар. Бірақ та мен енді жазушы емеспін. Менің кітабым осындай. Қазір менің жалпы сатылған кітап, қазір кітап бітті менде. Жалпы қанша таралып шығып? Соны айтып отырмын. Менің қазір жалпы бәрін алғанда 8 мың экземпляр мемлекет тапсырыспен, соны есептегенде 36 мың болды мен сатылған кітаптердің. Қазір бітті, қазір тағы да тапсырыс берем, тағы да басам, енді 42 бола ма, 45 бола ма, осындай бірінші, екінші, үшінші том, үш том, соның енді міне 36 мың дана деген, енді бұл аз емес. Өзіңіз білесіз, қазіргі тираж 1 мың. Негізінде 3-4-5 жыл сатып отырады. Менкі енді 2-3 айдың ішінде, мынау бірінші жазып шыққанда, 2-3 айдың ішінде сатылып кетті бәрі. Сосын Геральд Карлович Бельгер деген кісіні танитын шығарсыз, марқұм. Ол кісі өте жоғары баға берді менің кітабыме.
Одан кейін екінші кітабыме алғы сөз жазды. Енді үшінші сөздігіме марқұм болып кетті. Бере алмады, бірақ та мені өте қолдап, өте осылай маған мынандай сөз айтты ол кісі. Мен өмір бойы орыс тілін, қазақ тілін енді қанмен терді аударған адам, екі тілде бірдей сөйлейтін адам ғой, жазатын адам. Маған айтты, мен сенің кітабыңды қызығушылықпен оқимын. Мен жазуым керек еді осы кітапты, сен жазып кеттің деп. Сондай ақ адамды, ақ ниетті адам, сөйтіп айтқан. Сондықтан енді Құдайға шүкір, сұранысқа ие, кісілердің көңілінен шыққан кітап сияқты. Енді статистикалық мәлімет бар ма? Әсіресе республикамыздың қай өңірінде сіздің кітабыңыз ең көп данамен сатылды? Жоқ, ондай статистика жоқ. Бірақ та мен сізге айтайын, Шымкентте де, Қызылордада да жақсы сатылады. Мен бір рет Астанада бір Моңғолдан қайтып келген қазақтар осы кітапты іздеп жүр екен. Маған хабарласты Facebook арқылы. Сіздер қайтесіңдер, сендер қазақша сөйлегенде мені 3-4 орап аласыңдар ғой алда, ол кітап не қыласыңдар десем, біз орыс тілінде оқып жатырмыз осы кітаппен дейді. Енді көрдіңіз бе? Өйткені енді орысша қазақша жазылған кітап қой енді. Сондықтан бұл енді мен сондай өзім бір сондай дана бір жаушы болғандықтан емес, бұл енді біздің әлеуметте сұраныс бар деген сөз. Қазақ тіліне. Сөзіңізді 1 минутқа бөлейін, студиямызға келіп түскен қоңырау бар екен. Қайырлы таң. Сәлеметсіз бе сіз? Қайырлы таң. Алло. Я, тыңдап тұрмыз. Сұрақ қойын деп едім мына кісіге. Жақсы, қойсаңыз болады. Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мына қонаққа сұрақ қойын деп едім. Я, тыңдап тұрмыз. Жаңа айтты ғой өзі, 50-ден кейін үйреніп жатырмын деп. Сонда қалай үйренді өзі? Оқытушыларға барды ма, қазақ тілі оқулықтарын оқыды ма? Дұрыс, рахмет. Жақсы, рахмет сауалыңызға. Рахмет сұрағыңызға. Мен енді мен ешкімге барғам жоқпын, жаңа айтып кеттім ғой. Жай логикалық тұрғыдан нәтиже жоқ оқып жатқан адамдардан. Ересек адамдарды айтам. Сондықтан ешқандай бір мұғалімдерді іздеп, не болмаса оқулық іздеп, әуре болғам жоқпын. Өзіме топшыладым, маған қай жерде сөйлеу, ең бастысы қай жерге, қандай жерлерде жақсы сөйлеуім керек. Мен жаңа айтқандай осындай тойда, бата бергенде, тұсаукесер, наурыз болсын, дәстүрлі ахуалдарда, осындай жағдайларда. Соз бір жаңа айтып кеткендей, әр жағдайда өзі қолданатын қазақтың сөз тіркестері, сөз орамдары, фразеологизмдер бар, мақал мәтелдері бар. Солардан жаттаудан бастадым кәдімгідей. Енді бұл кісінің сауалы қайдан жаттадыңыз, дұрыс бұрысын қайдан білдіңіз деп? Енді бұл ел аузында сөздер ғой, енді қыз ұзатылып бара жатқан қызға сен тастай батып судайсың дейді. Солай емес пе? Енді оны естіп жүрміз ғой, неден интернет бар, кітаптер бар, мақал мәтелдер бар. Солардан теріп жаттадым. Ондай литература, әдебиет өте көп. Бірақ оқытушыларға барған жоқсыз, сабақ алған жоқсыз? Жоқ, ешкімге барғам жоқпын. Өзім-өзімді үйреттім. Өзім-өзімді үйреттім. Қазірді мен кітаптерімді, мынау 3 кітап, бұл әдістеме деп атап жатыр. Қазір Павлодар қаласына келгенімде осы достық үйінде бүгін басталғалы жатыр іс-шара, осындай заманауи технологиялар туралы тіл оқытудың. Енді соған шақыртқан, сол жерде өзім презентациям жасаймын. Жағдаяты қазақ тілінің әдістеме бойынша қазақ тілін қалай оқу керек екенін. Сондықтан бұны адамдар әдістеме деп қабылдады. Бұл енді әдістеме. Бұл әдістеменің несі, қылтипаны неде десеңіз, барған жерге дайындалып бару керек. Осындай енді сөйлеу керек деген жағдайларда баратын сөзді дайындап, жаттап, сөйтіп бастау керек деп ойлаймын. Сіз сонда той-домалаққа баратын кезде жаттап барып жүрдіңіз, той-домалаққа, жаңа айтқандай қазаға, не болмаса тұсаукесерге, сонда бір қолданатын бір сөз тіркестері бар, мақал мәтелдері бар, осындай жағдайларда нететін, қолданатын. Мәселен, жапондар традиционалисттер дейді. Ағылшындар 2 адам танысады ғой. Бұл 2 адам танысқанда 99% олардың әңгімесі ауа райының несіне өрбейді. Басқа әңгімені қозғамайды. Ал қазақтардікі? Қазақтардікі
әр неде танысқанда өзіңіз білесіз. Ол бәрінде сұрай береміз. Қанша балаң бар, қай жүзсің, сүйегің кім дейді, қай елсің деген сияқты осындай оны біліп алады бәрін. Қанша балаң бар, әке-шешең бар ма деген сияқты, енді жас бала болса, үлкендерден немерең бар ма деп соны сұрайды бәрін. Көрдіңіз бе? Ал енді бізде де біз жаңа мен айтқанымдай әр бір жағдайда ұзату тойда айтылатын сөздер келін түсіру тойдың сөздерінің бөлек. Келісесіз ғой? Енді тұсаукесерде айтылатын сөздер 40-ынан шығарғанда 30 омыртқан бекісің, 40-қа барған қатсың деген сияқты сондай сөздер айтылады. Солай ғой? Әр ахуалда қолданатын бір сөздер бар. Әр жағдайда қолданатын бір мақал-мәтелдер бар. Соны біліп, содан бастаса, менің кітабымде, мына бірінші кітабымде орысша жазылған. Сондықтан адамдардың да көңілінен шығып жатыр. Өйткені орысша оқып үйренген орыс тілділер. Бірақ та ішінде 1000-нан аса осындай сөз тіркестері бар. 1000-нан аса. Көрдіңіз бе? Әр жағдайға байланысты. Ал жағдайға байланысты. Сондықтан солай бастау керек. Енді аға айтып отырсыз, 50 жастан асып бірақ үйрендім деп. 50 жасыңызға дейін енді әрине сіздің отбасыңыздағы, өзіңіздің шаңырағыңыздағы тіл орыс тілі болды. Солай болды ма? Балаларыңыздың тілі орыс тілінде шықты демек, ал қазір ше қалай? Қазір жақсы, енді жақсылау. Өзіңіздің балаларыңыз біледі ме? Балаларым біледі. Балаларым біледі болғанда, енді үлкен ұлым енді 30-да алқымдады, ол да өз семьясы бар. Мен тіл оқи бастағанда ол 20-дан асқан бала, қалыптасып қалған бала. Ол да ағылшын тілін, қазақ тілін жақсы біледі деген сияқты, сондай. Бірақ енді мен қызымды қазақ мектепке бердім. Ол кездерде мен тілі оқи бастағым жоқтын әлі. Қазақ мектепке бердім де 4-ші сыныптан кейін алып тастадым. Орыс мектебіне ауыстырдым. Неге дейсіз ғой? Ол кездерде мен әлі тіл оқи бастағым жоқ. Мен бизнеспен айналысып жүрмін. Балаға мен көмек бере алмадым үйде. Өздерінің үйге берген тапсырманы жасау үшін енді сондай бір қиынға түсті. Өзім де түсінбеймін. Ата-енесіне, енді менің әке-шешем қазір жоқ, олар нағашы ата-енесіне звондап, олардан біліп, анау қалай екен, мынау қалай екен. Ол кездерде енді межгород қой телефон, қымбат тұрады, сол Алматыдан ылғи Астанаға звондап, сонымен әлек болып оқыта алмадым. Бірақ та енді 4 сыныпты бітірген қазақ тілінде қызым. Енді ол сол база ғой, енді жақсы бір сондай тұғыр болды оған. Қазір әжептәуір сөйлейді ұлға қарағанда. Ол тұрмысада, ол неге репетиторға барып оқып жүр. Енді үйде қазақша сөйлесуге тырысам. Мынау күнделікті мынандай қайда бардың, не істедің деген сияқты ол оңай нәрселер, оған жауап беріп, нетіп отырады, сөйлесіп отырады. Енді бір күрделі бір нәрселер жеткізу үшін өз ойымды, өз пікірімді кейбір кезде орыс тілге де көшіп кетем. Енді оны ешқандай сондай сөкет көріп тұрғам жоқпын онда. Ең маңыздысы балаға жеткізу, өз ойымды жеткізу. Ал енді қай тілде деген әрине қазақ тілі болу керек. Енді болмай бар жатса, орысша да түсіндіргізем. 3 том кітап жазып шықтыңыз, әдістемелік. Алда тағы жазатын ойыңыз бар ма? Әрине. Мен енді сол неден 2011 жылдан бастап осы тілге көшкеннен кейін тек қана осы тілмен ғана айналысып жатырмын. Тек қана тілмен, басқа ештеңе жоқ. Сондықтан қазір шығармашылық жұмыспен, қазір енді мынау әлеуметтік желілерде көп нәрсе жазамын. Осындай өзім мастер-класс өткізіп отырамын. Мен мәселен мынау Самұрық қазына, Нұр Отан партиясы, фонд даму, осындай дәкөлер мені шақыртып, өздеріне қазақ тілін әдістемесін, соны мастер-классын берем, осындай шараларға қатынасам. Сосын арғара енді өзім бір жазушы деп атап жатыр қазір мені. Сол кітабым осындай жақсы сұранысқа ие болғаннан кейін бір әдеби нәрсе жазғым келеді. Соны бастадым, соны жазып жатырмын. Алдағы уақытта сіздің дәл сондай әдеби бағыттағы еңбектеріңізді көреміз деген үміттеміз. Енді бізге берілген уақытта таяп қалды. Ендеше біздің Павлодар өңірінің көрермендеріне деген ақ тілегіңізді жолдасаңыз. Ал енді менің тілегім осы наурыз айында кездесіп отырмыз. Наурыз деген бұл жылдың басы, біздің қазақтың жылдың басы деп айтуға болады. Көп халықтардың жылдың басы. Сондықтан жаңа жылда бәріңізге тілейтінім зор денсаулық, жұмыста табыс. Бәріміз енді
қазақша сөйлейтін болайық, балаларымызды үйретейік қазақша. Ересек адамдар, әжептәуір жасқа келіп қалғандар, мен кеш болды, мен жаңа оқи алмаймын дегендер ойдан осы мені көріп арылатын болсын, оқуға болады екен, Қанат аға міне 50-ге келіп үйреніп алды ғой, ештеңе жоқ деген сияқты. Қандай жаста болсаңыз да оқып кетуге болады. Сондықтан өзіңізді қазақ деп есептесеңіз, өзіңізді қазақ болғыңыз келсе, міндетті түрде өзіңіз қазақша сөйлеуіңіз керек. Қазақша сөйлемесеңіз, сіз қазақтың мәдениеттен мәхрұм боласыз. Ал қазақтың мәдениеті бәрі тілде. Өйткені өнер алды қазақ тіл дейді. Бәрі тілде. Сондықтан тілді білуіңіз керек. Жақсы аға, рахмет. Енді кеше өзін біз білеміз, жолдан келдіңіз, бүгін ерте тұрып, таңғы уақытыңызды бөліп, сұхбат бергеніңіз үшін сізге алғыс білдіреміз. Наурыз айы құтты болсын. Осындай тырнақалды енді еңбектеріңіздің жемісін көре беріңіз. Әдеби бағытта жазғым келеді деп жатсыз. Оны да оқитын болайық, көретін болайық. Сіздің кітаптарыңыз енді көп деген біздің Қазақстанның азаматтарына өзінің септігін, тіл білу жағына, меңгеру жағына септігін тигізіп жатыр деген үміттеміз. Ендеше құрметті көрермен, біз студиядағы қайта келесі қонақтарымызбен сұхбатымызды бірер минуттардан соң жалғастыратын боламыз. Дәл қазір кезекті әсем әнге берсек, қабыл алыңыздар. УАЗ-2121 Нива автокөлігі 1977 жылы 5 қыркүйек күні алға шығарылды. 1970 жылы құрастырыла бастаған бұл машина әлемдегі жол талғамайтын үздік көліктер қатарында. Ауыл арасында әкімнің арбасы деп аталып кеткен Нива автокөлігі қазақ даласына 20 ғасырдың соңғы жартысында келді. Победа, Волга, Москвич маркаларынан кейін халық арасында ең көп қолданыста болған Нива қазіргі күнге дейін көлік нарығынан шыққан жоқ. Ең алғашқыда әскери қызмет көлік болып құрастырылғаннан кейін оны қарапайым халық қолдана алмайтын. Мотордан шығатын үні де құлақ жарарлықтай қатты шығатын. Уақыт өте келе осы мәселе бірнеше трактаттардың жазылуына себепкер болып, қатты дауыстан арылу жолы табылды. Нива деп аталуының да өзіндік тарихы бар. Бұл автокөлік идеясының авторы ксро-лық қарапайым көлік құрастырушылар. Бұл қыздарының есімінің алғашқы әріптерін кезектестіріп қою арқылы Нива деген атау шыққан. Біреуінің Наталья, Ирина деген қыздары болса, екіншісінің Вадим, Андрей деген ұлдары болған екен. Ауыл автокөлігін дамыту тапсырмасы бойынша дүниеге келген машина бастапқыда Жигули көлігінің жаңа түрі ретінде шығарылады деп ойластырылған. Алғашқы шыққан Ниваның 80% экспортталып жатты. Қалған 20%-ға кіретін машинаның сатып алу үшін одақтағылар бірнеше күндер бойы кезекке тұрып күтетін. Көлік құрастыруда мол тәжірибеге ие еуропалықтар бұл көлік маркасын алғашқыда мойындамады. Алайда 1979 жылы көліктер қарлы жолмен жүре алмай жүргізушілерге қиындық туғызды. Тек джиптері бар қалталылар ғана бұл қиындықты сезінбеді. Осындай сәтте Нива көлігі қарапайым халық үшін өте тиімді әрі қолайлы машинаға айналды. Қазіргі таңда ширек ғасырдан аса тарихы бар Ниваның жалғасы зауыттардан тоқтаусыз шығып жатыр. Chevrolet Niva Urban деп аталатын тарихи көліктің жалғасы да жаңа ерекшеліктерімен көлік тұтынушыларын қуантып жүр. Бастаймыз. Әндерімді менің тыңдадың ба? Түндерімді сенің ұрладың ба? Өзің жайлы сезіндің, ойлайсың ба мені көзілмейтін жарымда? Жаралған жүрегім үшін білемі, шырқай бір тілегім, ұнатама, күзім күлем, сүзім сүйем, ләззат алаңдасаң сен мені тағы да. Жүрек ұнайды ма, жан дүниемді
Махаббатым сен едің, сүйем сені деп едің, сенбедің. Кездескелі өзіңменен сырашып келемін. Сезімменен деп әуелете ән шырқаған кімдер еді? Естеріңізде ме? Ендеше өңірімізге белгілі топ жайлы. Көптеген тыңдармандардың жүрегінен орын тапқан Махаббатым сен едің әнін орындаған орындаушылар кім еді? Келесі сюжеттен бірге көрелік. Рүстем Жұмабеков, Серік Рыспек және Назымбек Сейітовтың басын қосқан Думан тобы 2007 жылы құрылған еді. Көп ұзамай Мұзафар Еркіновтың режиссерлігімен 2008 жылы Өзбекстанның Ташкент қаласында Бақтияр Шақпақбаевтың Махаббатым сен едің әніне алғашқы бейнебаяндарында түсіреді. Махаббатым сен едің, сүйем сені деп едім, сенбедің кездескелі өзіңмен, сеземін сырашып келемін мен. Махаббатым сен едің, сүйем сені деп едім, сенбедің кездескелі өзіңмен, сеземін сырашып келемін мен. Қазіргі клиптерді байқап жүрсе, бейне клиптердің көбі махаббат жайлы, бір-бірін тастап кету, ренжіп қалу, өліп қалу. Ондай емес, керісінше шағын екі жастың қазіргі заманға сай екі жастың махаббатын сол шағын 2-3 минуттың ішінде баяндап, соған түсінікті қылдырып. 2008 жылдың сәуір айында Жас қанат байқауына қатысып, дарынды жастар номинациясына ие болады. Аталмыш топ бұдан бөлек Дос Мұқасан ансамблінің 40 жылдық мерейтойына арналған байқаудың бірінші орын иегері атанады. Дәл осы жылдың аяғында үздік әндері жинақталған үнтаспа да жарыққа шығады. Көпшілікке Махаббатым сен едің, Ләйлімсің әндерімен танылған топ біраз жыл сахнадан көрінбей кеткенімен құрам қайта бірікті. Енді олар 1 сәуір күні жеке кештерін өткізбек екен. Жігіттерге сәттілік тілейміз. Құрметті көрермен, өздеріңіз көріп отырғандай таныс болған шығарсыздар. Бұл біздің өңірімізге белгілі әнші жігіттер тобы Думан болатын. Студияда бізде қонақта бүгінде. Қайырлы таң, жігіттер. Қайырлы таң. Енді біреу білсе, біреу білмес, таныстырып өтсем, өздеріңізді Рүстем Жұмабаев, ортасында отырған Серік Рыспек және Назымбек Сейітов. Көңіл күйлеріңіз қалай? Өте жақсы. Енді әсіресе ол өнер адамы ерте тұрмайтын шығар, кешірек оянады. Өздеріңізде қалай? Немесе сіздерде қарама-қайшылық олай емес пе? Енді ол кішкене той-домалақтан кейін ұйқыны енді өзі кез келген адам жақсы көреді ғой негізі. Бірақ дегенмен қазір біз енді өзіміздің концертімізге дайындық үстінде болғаннан кейін қазір кішкене ұйқыны ұмыттық. Сондықтан негізі көп ұйықтаймыз. Негізі көп ұйықтайсыздар. Жақсы, енді жаңа ғана біз көрермендерімізбен бірге шаң басқан архивтерден сіздердің бұрында, соны 2000 жылдары түсірілген бағдарламадан үзінді алдық. Ол кезде басқасыздар енді қазір. Бозбала шақтарыңыз, қателеспесем, қаншада еді жастарыңыз ол кезде? Біздің енді топтың жалпы үшеуміздің басымыз бірігіп қосылғанына 2007 жылы бастаған едік. Содан 11 жыл уақыт өтті. 10-11 жыл бұрын түсірілген. Енді біздің көрермендеріміз ойлана берсін, сіздердің кештеріңізге билет ойнататын боламыз. Ол үшін бір ғана сауал қоясыздар. Оған жауап берген көрермен сіздердің кештеріңізге, шығармашылық кештеріңізге билет алатын болады. Ендеше сауалды айтып өтсеңіздер, содан соң сұхбатымызды әрі қарай жалғастырамыз сіздермен. Қандай сауал қойсақ болады екен? Бағана өздеріңіз айтып қоймаңыздар ма? Келіскен Ләйлімсің әні бар емес пе бізде? Соның авторы кім екенін айтып берсе, жаңа музыкасын шығарған. Музыкасында сөзінде жазған бір адам. Құрметті көрермен, ендеше Ләйлімсің, Думан тобының Ләйлімсің әнінің әні мен сөзін жазған авторды білетін болсаңыздар, хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз 339035 немесе экранның төменгі жағында көрсетілген WhatsApp желісіне хат жолдасаңыздар болады. 8-700-998-3082 нөміріне. Неше билет бересіздер, жігіттер? Ой, билет деген жетеді. Билет деген жетеді. Қанша керек, сонша береміз. Ендеше құрметті көрермен, хабарласыңыздар. Әдемі кештің куәсі болыңыздар дейміз. Енді жігіттер, Думан тобы тарап кетті деген қауесек шындыққа жанасады ма?
Шындыққа жанасқанда Думан тобы тарқаған жоқ. Думан тобы неге ендеше шамамен 3 жылдың көлемінде көрінбей кетті? Иә, біз көрінбей кеткен себебіміз өзі бір 2-3 жылдай шығармашылық демалыста болдық. Жалпы бізде кішкене демалыс болды. Жақсы, Рүстем, сізбен сұхбатты ары қарай жалғастырамыз. Студиямызға келіп түскен қоңырау бар екен. Қабыл алсақ. Қайырлы таң. Алло, қайырлы таң. Қайырлы таң, сәлеметсіз бе? Ертістана жүруші бәріңе болды мынау наурызымыз құт береке, татулық, ауыз бірлік, денсаулық әкелсін. Менің тілек айтайын деп отырмын құлдарым. Мынау отыратын Жұмабаев Рүстем менің бауырым болады. Жанымдағы серігім де Назымбек те барлық өзімнің бауырларым, өйткені бауырымның жанында жүргесін. Қоңырқозыдай осылай концерттерін барлығын бірге көріп жүрдік. Қазір енді кішкене үзілістен кейін қайтадан қосылып отыр екен. Еңбектерің құлдарым жемісті болсын. Жанұя құрған барлығы, жанұяларыңда тек бақыт, татулық, ауыз бірлік болсын. Өсіріп отқан балаларың қызығын көріңдер. Еңбектерің жемісті болып биіктен көріне беріңдер демекпін. Құлдарыма, менің сол аналық тілегім. Рүстем біліп отқан шығар, мен Гүлжихан апаңмын құлдым. Әрине танып отырмын даусыңыздан. Әлі көрген жоқпыз келгелі. Қазір Астанада алыстап кетті ғой бізден. Телевизордан ғана. Сіздерге де баршаңызға шығармашылық табыс тілеймін. Рахмет Гүлжихан апай, хабарласқаныңыз үшін. Сізге де бар жақсылықты тілейміз, күн сәтті өтсін дейміз. Ал Рүстем, жалғастыра берсеңіз. Тарап кеткен жоқ шығармашылық, бір демалыс алдық дедіңіз. Шаршап қалдыңыздар ма сонда? Енді шаршағанда жоқ, шаршаған жоқ. Біз жалпы кез келген дүниенің өзінің бір кішкене шығаратын біздің ән қоржынымызға таңдаулы әндер керек болды, таңдаулы дүниелер керек болды. Сосын кішкене сапасына қарай мән бөле бастадық. Енді осы беретін концертімізде де жаңа әндер болады, сапалы әндер болады. Бұрынғысынан да енді жаңа 10 жылдық нені көріп отырмыз ғой, біз түріміз бәрі жас, қазір кішкене басқаша болады енді. Серікті мүлдем мен бірінші көрген кезде танымай қалдым. Таныманшын, ол кезде басқашасың. Енді сіздерді таныстырған, табыстырған өнер ме, немесе сіздер балалық шақтарыңыздан бірге бір жерде өстіңіздер ме? Біз енді үшеумізде... Думан тобы қалай құрылды? Жалпы үшеумізде үш жақтың азаматымыз ғой, енді жалпы бір Павлодар облысы, бірақ Баянауыл, Екібас, Аққой елі де бәр. Жақсы, Серік, тағы да сіздің де сұхбатыңызды бір бөлсем, байланысқа шыққан көрерменіміз бар екен, қабылдап алсақ. Қайырлы таң. Назерке. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіңдер ме, баладар, сәлеметсіңдер ме? Жалпы барлықтарың наурыз құтты болсын. Рахмет. 40 күн тойланады деп жатыр ғой. Сендер біздің павлодарлық белгілі азаматсыңдар. Сендерді енді бала деп айтпаймыз, азаматсыңдар сендер. Осындай Павлодардың Баян Ертіс өңірінен сендер сияқты өсіп, өніп жатқан балаларға өте қуаныштымын. Сендердің концерттеріңді жиі көрсем екен деген армандамыз. Бөтен жерден келсе енді алаштың аты озғанша ауылдастың тайы озсын дейді. Ой, бәрекелді. Сол 2,5 мыңды сендерге беріп барар едім концертке. Қоймайтындар жиі өзімізге. Менің бір аналық тілегім, өзімізге сендер жиі қойып, топты көбейтіп, өзіміздің Павлодарда осындай азамат барын біздің мынау Жүсіп Аймауытов бұрынғы кеткен Шоқан Уәлиханов, келгі тағы Шәкен Айманов енді өнер адамдар, солардың ізін басатын сендер емессіңдер аттарыңды шығаратын. Павлодардың Қара Ертістің өңірінің атын шығаратын белді азамат болыңдар. Ал енді менің сендерге айтарым осы, өздерің білесіңдер, менің ақ тілек батамнан басқа сендерге беретінім жоқ, қолдарың жайындар, илай әмин. Әмин, иә. Бауыржандай батыр бол, мың кісіге татыр бол, елін танып, халыққа елін танып, мәлім бол. Алла тағала тіл көзден сақтасын, азамат болсаң арлы бол, тең құрбыңның алды бол. Аспандайса, жерде қайса, суда Сүлеймен ата жебесін, бақтарың жансын, доңғалақтарың домаласын. Алла тағала сұрағандарыңды берсін. Аллах ақбір. Амин айтқан болсын. Рахмет апа, хабарласқаныңызға. Рахмет қолдарың жайып атқандарың. Аллах ақбір. Сізге де рахмет апа. Сау болыңдар. Сау болыңыз. Рахмет апа. Үлкендердің алдыңызға салып кеткен сара жолдары, дара жолдары осы кісілердің өзі
маталар емес, баталары керек дейді ғой, сол баталарымен жүрген жайымыз бар. Рахмет, айтқаныңыз келсін. Келіңіз кешке. 2,5 теңгені аямайын деп жиірек беріңіздер деп жатыр. Осы жерде айта кетсек, жаңа 2,5 мың теңге деп ол кісі, мен қателеспесем, билеттің бағасын айтып отыр ма? Билеттің бағасы 1000 теңге, және үсті балкон 500 теңге. Ал апа, енді апамызға балконға шығу қиын болатын шығар, бірақ та апа 2,5 емес, 1000 теңге екен билеттің бағасы. 2,5 мың деген. Біз енді жарасында да бұрындары ондай баға қойып жүрдік қой. Біз енді жаңағы 2-3 жылда біраз демалыстан кейін қайтып қауышып, концерттің атауының өзінің сағыныш деп қойып, бұл жерде мысалы біз пайда түсіру жаңағы ондай емес. Ақша көзін табу емес. Ішіндегі жаңағы жарығы бар, арендасы дейді ғой, соның бәріне соны шығарып берсе болды. Негізі халықпен қауышып, өзіміздің сағынышымызды басайық деген бір ойдамыз. Енді біздің құрылғанымыз айтпай қойын ба, айта берейін ба? Айтып өтіңіз енді жаңа Батынауыл, Екібас. Екібас, Аққойыл. Біз сол біздің өзіміздің Чайковский атындағы саз колледжіне оқуға түсіп, сол жерден бірінші Назымбек екеуміз бастап, енді Рүстем бізден бір курс ерте бітіріп кетті. Содан Назымбек екеуміз бір курсты Назымбек екеулеріңіз ең алғашында дуэт болдыңыздар, иә? Бірінші дуэт болдық, Думан дуэті болып құрылып, біраз жұмыс жасадық, бірақ екі қанат секілді, екі адам, үшінші жақсы ғой, сондықтан біз Рүстемді бұрыннан танып, енді араласып жүргеннен кейін бір ұсыныс жасап. Кім жасадыңыз? Бірге осылай отырып, шай ішіп отырып, ұсыныс жасап, Рүстем бірден келісіп, содан үшеуміз жұмыс жасап кеттік. 2000 бірден емес, көп ойланды ғой Рүстем. Ойланды ма? Ойланды. Ал Рүстем неге көп ойландыңыз? Мен енді бір курс жоғары бітірдім ғой. Рүстем өзі, иә, бізде алды артын ойлайтын азамат. Қазір жалпы осы Думанның бүкіл администраторлық жұмысы бар. Біздің енді ойлау, Думанның ойлайтын дүниесін бәрі осы кісіге тапсырып қойғанбыз ғой біз. Компьютер. Иә, Рүстем барлығы басы. Біздікі енді музыкальный жағын Назымбек, имидж, костюм жаңағы анау-мынау жағын біз қараймын, мен қараймын. Үшеуміздің жұмысымыз бар. Дұрыс айтасыздар. Әрине, енді Думан деп атау, Думан деген атау қайдан пайда болды? Енді трио болғанға дейін, дуэт болған өзінде сіздер Думан тобы болдық деп отырсыздар. Не себепті Думан деп атадыңыздар? Әсіресе көбі өздерінің есімдеріндегі алғашқы бір түбірді алып жатады. Ал сіздер ше? Неге Думанға тоқталдыңыздар? Біз енді жаңағы тойдың ортасында жүргеннен кейін осы халыққа әрқашанда думандатып, көңіл көтеріп, сол кісілердің батасын алайық деп, сондай бір жақсы ниетпен қойылған дүние негізі Думан деген. Думан деген сөздің өзі адамға көңіл сыйлайтын, сондай бір жақсы. Ән кеш, думанды кештер сыйлайық деген жас. Өзімізде думанды жүрейік деп. Әрқашан көңілде. Енді оның атауын басында біз ойластырдық, неше түрлі есімде аттар болды. Назымбек екеуміз ғана болғанда НС деп қояқ па, андай қояқ па. Жаңа сіз айтып жатқан түбір сияқты ғой, Назымбек пен Серік деген. Басқа әріптерін қоямыз ба деп. Содан біздің үйдегі кісі, мен жары қойды. Думандап жүре беріңдер сендер, осы постоянно кісілердің алдында жүресіңдер деп. Өзіңіздің жарыңыз осы Думан тобына атау берген. Атау берген, иә. Жаңа апамыз сияқты батасын беріп. Құр атау ғана бермей, жаңағы біздің біраз ән қоржындағы әндердің сөзін жазған. Атап өтсеңіздер сонда. Періште қыз деген Бақтияр Шақпақбаевтың әніне мәтінін жазды. Ол бастапқы бетте біздің концерттерде сценарийдің бәрін сол кісі жазатын. Ол кісі қазір облыстық Иса Байзақов атындағы филармонияда жазба жағынан. Жаңа алдымызда ағамыз болды, сол кісі секілді. Кітапқа, жазуға, өлең шығарады сондай. Сондықтан біраз Думанның бастапқы бетте аяққа тұрып кетуімізге біраз себепкер болған кісі. Өзіңіздің жан жарыңыз бүгінде. Енді жаңа ғана біз сіздердің махаббатым сен едің бейнеклипінен үзінді көрдік. Тағы да бір толығымен көріп шығуға қалай қарайсыздар? Көрек өзімізді жас кездеріңізде, енді 10 жыл бұрын, 10 жыл уақыт өтті. Ендеше махаббатың сен едің ертіс телеарнасының тікелей эфирінде бірге көрелік, қабыл алыңыздар.
бақытты күндер оралар, бұлбұл құстарда ән салар, жыр арналар. Аралап бақ ішінде жүрушек, көңілменде күлушек, мүлдерушек. Махаббатым сен едің, сүйем сені деп едім. Сенбедің кездескелі өзіңмен, сеземін сыр ашып келемін мен сезіммен. Махаббатым сен едің, сүйем сені деп едім. Сенбедің кездескелі өзіңмен, сеземін сыр ашып келемін мен сезіммен. Асылым, көркіңе тоймай ғашығым, күн болып шықты көрінген аяулы. Түсіші жаным менің сөзіме, қолымнан келген бақытты мен сыйлаймын. Махаббатым сен едің, сүйем сені деп едім. Сенбедің кездескелі өзіңмен, сеземін сыр ашып келемін мен сезіммен. Махаббатым сен едің, сүйем сені деп едім. Сенбедің кездескелі өзіңмен, сеземін сыр ашып келемін мен сезіммен. Махаббатым сен едің, сүйем сені деп едім. Сенбедің кездескелі өзіңмен, сеземін сыр ашып келемін мен сезіммен. Махаббатым сен едің, сүйем сені деп едім. Сенбедің кездескелі өзіңмен, сеземін сыр ашып келемін мен сезіммен. Махаббатым сен едің, сүйем сені деп едім. Сенбедің кездескелі өзіңмен, сеземін сыр ашып келемін мен сезіммен. Махаббатым сен едің, сүйем сені деп едім. Сенбедің кездескелі өзіңмен, сеземін сыр ашып келемін мен. Таң нұрлы болсын, құрметті көрермен. Бүгін бастаған әр істеріңізде тек береке болсын. Естеріңізге сала кетейік, бүгін бізде студияда қонақта Думан тобының жігіттері. Думан тобы өздерінің шығармашылық кештеріне билет ойнатуда. Ендеше хабарласыңыздар. Ләйлімсің әнінің сөзімен әнін жазған автор кім? Осы сауалға жауап берген көрерменімізге билет беретін боламыз. Думан тобының атынан билет санында шектеу жоқ деді жігіттер хабарымыздың басында айтып өтті. Ендеше сіздермен сұхбатымызды ары қарай жалғастырсақ. Жаңа ғана Махаббатым сен едің, бұл сіздердің алғашқы бейне клиптеріңіз. Өзбекстанға барып түсірдіңіздер. Не себепті Өзбекстанды таңдадыңыздар? Қазақстанда клип түсіретін жер болмады ма? Және клипке түсетін қыз болмады ма? Қазақстанда жер көп қой. Камерада көп түсіретін адамдар да бар. Бірақ сол кезде әлі де солай шығар деп ойлаймын. Енді жоқ, сән болған жоқ. Қаражатқа байланысты ол жақта кішкене тиімдірек болды. Қаражаты арзанырақ болды. Бірақ сапа жағынан жоғары болды. 3 еседей қымбат енді. Әлі де солай. Ал енді естеріңізде ме, сол кезде Махаббатым сен едің бейне клипін қаншаға түсіріп едіңіздер? Біз ол кезде бұл клипті енді доллар болып 2000 долларға түсірдік. Ол кезде доллармен алатын. Қазір де солай. 2000 доллар, курс 120 бірдеңе қой дейміз. 240 мыңға біз келіп Қазақстан каналына тұсауын кескен кезде сол жердің операторлары бұл клиптің бағасын берді 10 мың долларға. Алматыда солай тұрады екен. Сол клипті түсіруге ең бірінші бізге қолдау көрсеткен, яғни қаражат жағында спонсорлық деуге де болады, біздің облыстық мәдениет басқармасы.
яғни ол кезде енді Айым Карамқызы болатын. Қолдау көрсеткен сол кісі еді. Жақсы. Тағы да сөздеріңізді бөлсем, студиямызға келіп кеткен қоңырау бар екен. Тыңдап тұрмыз. Қайырлы таң. Сіз эфирдесіз, қайырлы таң. Алло. Здравствуйте. Сіз бе? Я, қайырлы таң. Я могу узнать, вот будет концерт, какого числа он будет? Жақсы, сауалыңызға рахмет. Концерт қашан болады? Концерт па деп ойлағам. 1 сәуір күні 1 апреля. 17:00. Осы жексенбі ғой, енді санаулы күндер қалды, 3 уақыттың қалды ғой. 1 апрель Естай атындағы Мәдениет сарайында. Кешкі сағат 19:00-де. 1 сәуір күні Естай атындағы Мәдениет сарайында кешкі сағат 19:00-де. Алдап кетпейміз. 1 сәуір концерт болады. Күлкі күні деп. Енді Назымбек, бұл сіздердің алғашқы клиптеріңіз өзінің бір қызықтарымен есте қалған болған шығар. Қызықтары дегенде көп қызықтары болды, бірақ дәл мен есінде қалмапты. Енді клипті түсіру барысынан біраз сөйлеп отырыңыз. Клип түсіру барысында біздің өз жүрген жерімізде өзі жалпы қызық көп негізі шынында да. Оны айтатын қызықтар бар, айтпайтын қызықтар бар. Жақсы, тағы да бір қоңырауды қабыл алсақ. Қайырлы таң, сіз эфирдесіз, тыңдап тұрмыз. Қайырлы таң, Назерке. Қайырлы таң, Думан тобы. Мен жаңағы сұраққа жауап берейін деген Назерке. Жақсы, жауап беріңіз. Отайын деп тұр ғой деймін. Біз бұрыннан бері осы Думан тобын жас кезімізден тыңдап келе жатқан едік. Әндерін де, егер қателеспесем, осы жаңа Ләйлімсің әнінің сөзін де әуенде жазған семейлік ақын Ринат Зайытов болуы тиіс деп ойлаймын. Ой, бәрекелді. Ал, сауалға жауап берді. Билетсіздікі? Біз айтып атқанымыз жаңағы сауал Ринат Зайытов деп атқанымыз, ол кісі енді ақын ғой. Ән жазбаған кісі ғой, сол өмірінде осы бірақ әнге ән шығарып отыр ғой өзінің сөзіне. Одан кейін ән жазылған жоқ. Көп әндер жаза бермейді, жалпы ақын адам сөз ғана ән жазбайды ғой ол кісі, сондықтан сол сауалды қойып тұрған себебіміз де сол да. Ринат Зайытовтың жаңағы бірінші шығарған әнін біз алып отырмыз да. Ләйлімсің. Қалайша сіздерге бұйырды? Оның өзіндік бір тарихы бар еді. Енді сол тарихын сіз айтып беріңізші, сіздің аузыңыздан естігім келіп тұр. Назымбек барған жоқ осы. Ол кезде мен барған жоқпын дәл. Негізі сіз барлық қызықтан құр қалған екенсіз, Назымбек. Ол кезде уақыт болмай қалды ғой. Біз оңғар, ол кезде енді Ринат Семейде, Алматыға бармаған. Сосын онда оңғар Қабден, Семейде, Қуаныш Арманов деген біз ақын, айтыскер ақын достарымызбен жақсы араласып, енді біздің ән қоржымыздың көбін бір 70%-ын жаңағы оңғар Қабден сөзін жазған. Бақтияр Шақпақбаев ән жазса, бірде сол оңғарға біз ұсыныс жасап, осы Ринатпен бір кездестіріш, енді былай танимыз, сырттай амандасып, көрісіп қалып жүретінбіз ғой. Содан оңғар бізді бір күні оған хабарласып, Рүстем мен, Назымбек қалада болған жоқ, айтып сол барар еді. Сосын оңғар үшеуміз тура Ташкентте қалып қойды дейсіз. Семейге барып, Ринатпен кездесіп, жаңа көпірдің қасынан, мейрамхананың қасынан кездесіп, бірден сол жерден біздің бірінші шығарған ICD Records Чымкент қаласына шығарған әндеріміз тыңдап көрді. Мен осы бір туындым сендерге келеді екен көріңдерші, осыны шығарып деп, Ләйлімсің деген әнді, әні мен сөзін өзім шығарған деп бізге берді. Содан біз одан кеттік, Павлодарға келдік, бірақ енді әнді бізге айтқан жоқ, осыны алыңдар деді, кетіп қалды. Енді оны біз алған жоқпыз, не сөзін, не ән алған жоқпыз. Кейін семейлік Жасұлан деген досымыз, осы біздің саз колледжге дәстүрлі әнге келіп, соңынан сұрап, Ринаттың осы әнін білесің ба, бізге беріп еді. Ол бізге сол номермен айтып берді. Номермен айтып беріп, оны Назымбек бірден қабылдап. Жақсы, осы Ләйлімсің клипін бірер минуттан соң көретін боламыз. Ең алдымен студиямызға келіп түскен тағы бір кезекті қоңырауымызды қабыл алсақ. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Сәлеметсіз бе? Алло. Я, сіз эфирдесіз, тыңдап тұрмыз. Қайырлы таң. Тыңдап тұрмыз. Құтты болсын, Назарке. Рахмет. Менің мына театрдан Күләш деген апайларым. Саламатсыз, Күләш апай. Мынау Назымбектің әкесі менің жолдасымның оқушысы, мықты оқушысы болған. Әттен әкесі шешелерден ертайылып, оқу алмай қалды, математиканы 5 оқыған оқушы болған. Енді мына Назымбек менің оқушым. Мына орыстарды көріп отқанда серігім мынау жиі көріп, театрда, шаңырақта.
Ал енді Рүстемді көріп отқанына қуаныштымын. Көп болды көрмегелі. Рүстем баламды. Амансыз ба? Шығармашылық табыс тілеймін. Рахмет. Дендеріңіз сау болып, отбасыларың аман болсын. Әз науыз құтты болсын. Сендер осылай самғай берді, самғайыңды біз қуанып отырайық осы сіздерді көріп. Көптен көп рахмет. Аман болыңыздар. Жолдарыңыз ақ болсын. Рахмет. Бұл айнердің концерттерін жақсы болсын. Келесі концерттерде тек шаба беріңдер. Дендеріңіз сау болсын. Барлықтарың кімді серікті жиі көрем, бетіне сүйіп жақсы көрдім сондай. Мына Рүстем көрінбейді, мына Назымбегімде что-то көрінбей кетті соған бері. Осы топтарың жазылмасын. Рахмет. Жұлдыз болуға Алла Тағала нәсіп етсін. Рахмет апай, Рахмет апа, сау болыңыз, таңыңыз нұрлы болсын. Айтып жатыр ғой. Көрінбейсіздер. Әкеміз есептен жақсы болған деп, бірақ есепке біз дарымай қалғанбыз ғой. Есептен жоқ, сондықтан Күләш апайыма көп рахмет. Бізді сағынып еске алып отыр жаңағыдай. Қайда жүрсіңдер көрінбей екеуің? Серікті жиі көреміз шынымен. Демалып болдыңыздар ма? Демалып болғанда жалпы Павлодардан Астана қаласына көшіп кеткен едік. Менің көшкеніме 6 жыл болды. Азымбектің көшіп кеткеніне, қоныс аударғанына 2 жылдың 3 жыл болды. 3 жыл. Уақыт енді кеше ғана көшіп кеткен сияқты едік. Уақыт сағаттан жылдам өтіп жатыр. Ал енді екі қаланың ортасында жүрсіздер. Ешқандай кедергі жоқ па бұл жерде? Енді алдағы уақытта топты дамытуға? 400 ғана километр ғой. Келіп кетіп жүреміз біз ортада. Жақсы, енді жаңа ғана Ләйлімсің бейне клипін көреміз деп, көрсетеміз деп уәде бердік. Ендеше кезекті клипке берсек, содан соң сұхбатымызды әрі қарай жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Я құрметті көрермен, жаңа ғана Думан тобының Ләйлімсің бейне клипін бірге көрдік. Ендеше жігіттермен сұхбатымызды әрі қарай жалғастырамыз. Ләйлімсің бейне клипіде Өзбекстанда түсірді, себебі неде, тағы да қаражат жағынан ба сонда? Себебі сол қаражат жағы, одан кейін бір жағынан үйреніп те қалдық сол жаққа, бірнеше рет әндерімізді де жаздық алдына, сонымен 3-4 рет барып қайттық қой сол жаққа. Жалпы қорларыңызда 2 бейне клип, осы Махаббатым сенен немесе бар ма? 3. Жоқ, негізі профессионалды түрде түсірілген осы 2 бейне баян негізі. Бірақ ең алғашқы бастап құрылған кезде осында Рамазан деген ағамыз өзі Баянауылға алып барып, сол жерде Баянтау деген әнге өзім түсіріп берем деп, соның бастамасы сол болған негізі. Бірақ енді ол профессионалдық түрде емес, дегенмен де енді біздің бастамамызға өте әсерін берген дүние болды. Енді сіздер бірнеше жылдан соң, кемінде 3 жыл қателеспесем, енді қайтадан құрылып жатыр, жаңарып жатыр дейікші. Рухани жаңғыру басталып жатыр бізде. Сол себеп болды ғой. Енді бұрынғы Думан мен қазіргі Думанның арасында айырмашылық қандай? Бағыт өзгереді ме? Енді бағыт өзгереді, себеп не жағынан, мысалы репертуар жағынан. Алла қаласа жақсы әндер, одан кейін біздің жаңа костюмдар, денеміздің кішкене өзгергеніне байланысты. Жаңа айырмашылықты көрдіңіз ғой өзіңіз. Сол себепті бізде қазір шаш жоқ деген сияқты, шашты қысқарттық, ақыл біраз тоқтаттық, сондықтан қазір бәрін ақылмен шешіп, енді ары қарай әр басқан қадамымызды ойлап басады. Енді Павлодарда 1 сәуір күні кеш берейін деп отырсыздар. Бірнеше жылдардан кейінгі бұл сіздердің алғашқы кештеріңіз демеушілік жағынан қалай болды? Бар ма? Қазіргі осы концертке ма? Демеушілер негізі айту керек, себебі демеушілер бар, демеуіп жатқан, қолтығымыздан сүйеп жатқан қазіргі беретін мәдениет сарайы, соның басшылығы Асылбек Сапарбекұлы. Сосын жалпы басқа өзіміздің бауырларымызды жан-жақтан мен мына жағын көтерейін, мен мына жағын көтерейін. Мына осы Қазақстан ертіс телеканалына да мыңда бір рахметімізді айтамыз. Ол кісілерден де қолдау болады. Гүлнаш Болатқызына рахмет. Біздің ертеңгі түсірілімімізді аллашса концерттен келе алмай қалғандар осы біздің арнадан. Жалпы мәдениет басқармасы, жаңағы білім басқармасы одан қала берді, жарнамалау жағынан Сарыарқа самалы. Енді жалпы репертуарларыңызда бүгінде қанша ән бар? Және осы кештеріңізде қанша жаңа ән орындайтын боласыздар? Енді бұйырса бір... Біз жаңа әндер орындаймыз, ішінде ескі әндерді қосамыз. Бір ескі әндерден бір 5-6 ән болатын шығар. Жақсы, тағы да келіп түскен қоңырау бар екен. Қабыл алсақ, қайырлы таң, сіз эфирдесіз. Алло, сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Мен есімім Әйгерім болады. Үлкен сыныптасымын. Сіздер нешелеріңізде көріп отырғаныма өте қуаныштымын. Бұл жігіттерді. Енді Думан тобына творчествалық табыс тілеймін. Тыңдармандарыңыз көп болсын. Рахмет. Осы алдағы концерттеріңізді ойдағыдай өткізіңіздер. Енді Баянауыл жақтағы сіздерді көруге тамаша. Рахмет Әйгерім, хабарласқаныңыз үшін. Рахмет. Баянауыл асфальт деді ме? Сыныптасы Әйгерім болады. Әйгерім, мен сыныпта мен курстасы деп естіп қалдым да, ойланып отырсыз. Сыныптасын деп ол Айка ғой, біздің Айка. Енді Айка хабарласты, Айка сәлем деді. Жақсы, енді жаңа әндеріңіздің авторлары жөнінде айтып өтсеңіздер, қысқа ғана. Жаңа әндердің авторлары Нұрлан Испановтың 1-2 әндері орындалады. 1-2 ән емес, 3-4 ән орындалады. Сондықтан одан кейін Бақтияр Шақбақбаевтың Оңғар Қабден біраз әндер орындалады. Жақсы. Енді жігіттер, қандай жаңашылдық? Не күтеміз сіздердің концерттеріңізден? Шоу десе. Жаңалықтан айта кетсе болады. Өздеріңізден басқа, енді өздеріңіз міндетті түрде өздеріңізден бөлек, өнердегі әріптестеріңіз бұл кештен табылады ма? Кімдер? Біздің сол жаңағы неміз бір ең қалай арасында, жалпы сіздің сұрағыңызға тура жауап берейін, арасында қатысатын қонақтардан біздің таза Думан тобының концерті болады.
арасында бір енді үзіліс кезінде жаңағы киім ауыстыратын кезде өзіміз жеке-жеке ән айтып, дуэттермен ән айтып. Ән айтып жатқан кезде мен киініп келіп деген сияқты. Мен ары қарай. Ол өз біздің баяғыдан кеткен ұстанымыз сондай. Қолдап. Ендеше тағы бір кезекті қоңырауымызды қабыл алсақ, қайырлы таң, сіз эфирдесіз. Тыңдап тұрмыз. Ассалаумағалейкум. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Мен теледидардан Думан тобын көріп, өте қуанып отырмын. Есімім мені Қасқыбай болады, мен Шабар ауылдікімін. Назымбекті, Серікті екеуі ең бірінші орнеға келіп не қойған концерт. Ол кезде Назымбек папасы бар, өте керемет болды, ең бірінші көрген. Жолын ұмытып қалдым мен қайда екенін. Сондықтан мінекей Думан тобына тілейтінім, творческих табыс тілеймін, еңбектер жемісті болсын, жоғары биіктен көріне берсін. Әрқашан көптен бері көрмей жүрдік. Мен сағыныспен сіздерді көріп отырамыз, тыңдап отырамыз. Серік, Назымбек, Ринат сіздерге тек жақсы, жолдарыңыз жақ болсын, қадіріңіз аман болыңдар, сендерде бақытты болыңдар, отбасыларыңыз Құдбереке мына келген әзіл-ауыз Құдбереке бақыт әкеліп тілеймін. Рахмет аға, өзіңізге. Иә, сен Назымбексің, Шабар ауылын қасықтағын деп білесіз. Рахмет сіздерге, сау болыңыздар. Рахмет, сау болыңыз, күніңіз сәтті өтсін. Жігіттер, барлық келіп түскен қоңыраулар, ақ тілектер періштенің құлағына шалынсын дейміз. Қонақ кәде сұраймыз сіздерден? Қонақ кәдеден бұрын мына кісілерге біз тағы бір билет болса да бір сұрақ қоймадық қой. Мына кісілер звондап жатыр, қандай сұраққа жауап береміз деп жатқан шығар. Енді одан соң осы біздің режиссерлерімізден алатын боламыз бұл кісілердің нөмірлерін. Содан соң барлық хабарласқан көрермендерге қателеспесем сіздер сыйға билет бермекшісіздер, иә? Ал, келістік ендеше. Ал, енді сыймай жатырмыз, бәрі сиіп кететін едік қой. 10 жыл Сыйса бәрі жоқ, сыймай жатырмыз. Және кеңейтеміз керек жол келгенде. Біз жас Думанды көрдік те сиіп кететін шығар деп ойладық. Енді ана концертіміз сағыныш деп атадық қой, сондықтан сол сағыныш әндері болсын, ескі әндерден болсын. Бір шумағын орындап берейік. Кіндігімнің жасқаны, тамған жерім ауылым, шабытымның асқары, самғаушы едім ауылым, жастығымның куәсі, шұрқыраған жусанымен жуасы бұрқыраған ауылым, жастығымның куәсі шұрқыраған ауылым, жусанымен жуасы бұрқыраған жусанымен жуасы бұрқыраған ауылым, ауылым, ауылым. Рахмет, жігіттер. Ауылға деген сағынышты жеткіздіңіздер деген ойдамыз. Сіздердің дауыстарыңызды, әндеріңізді сағынып қалған көрермен. Енді бұл тек бір үзіндіні ғана көрдіңіздер, құрметті көрермен. Думан тобының толық шығармашылық кешін 1 сәуір күні Естай атындағы Мәдениет сарайынан көретін боласыздар. Енді бізге берілген уақытта аяқталып қалды. Концерттен кейін тағы да сіздермен жүздесетін боламыз, қорытындысын айтатын болармыз. Енді біздің көрермендерімізге деген ақ тілектеріңізді жеткізсеңіздер. Мен бастайын, рұқсат болса. Бастаңыз. Енді біздің көрермендерімізге көп рахмет, жаңа ыстық лебіздерін беріп жатыр, жақсы баталарын беріп жатыр. Бәрі Алланың құлағына шалына берсін. Сіздерге де бізге тілеген тілектеріңіз сіздерге екі есе қайтып келсін деймін. Сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Алланың нұры жауа берсін сіздерге. Көп рахмет. Серік? Ең бірінші Назерке сізге рахмет. Біз алтын уақытыңызды бізге бөліп, қонақ қып шақырып жатсыз. Таң атпай келіп сіздермен қауышып, елмен бір қауышып, сағынышымызды басып қалған сияқтымыз. Біраз
енді еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Мына облысымыздың 80 жылдық мерейтойы және де біздің қателеспесем радиомыздың 80 жылдығы қазақ телевизиясының 60 жыл. Осының бәріне құтты болсын, әз наурыз құтты болсын. Біз келе берейік, сіздер шақыра беріңіздер, шығармашылық табыс. Осылай құлпырып жүре беріңіз. Барша осы телевидение ұжымына рахмет айтамыз. Сізге де рахмет берсе. Енді менің бірақ қана тілегім бар, еліміз тыныш болсын. Жаратқан Алла тағаламыз бейбіт, осы беріп отқан бейбіт өмірден айырмасын. Дұрыс айтасыздар. Рүстем, Серік, Назымбек, бүгін келіп, таң уақыттарыңызды бөліп, енді біз де білеміз, концерт алдында шаршап жүрсіздер, қобалжисыздар, уайымдайсыздар. Назымбектің ұйқысы да жаңа ашылған сияқты, енді мен бірінші айтайыншы деді. Назымбек, сіздерге де шығармашылық табыс тілейміз. Махаббатың, сен едің, ләйлімсің, осындай әдемі әндеріңіз, хит әндеріңіз көп бола берсін. Бір тыңдағаннан біздің халықтың есінде қалатындай кештеріңіз сәтті өтсін дейміз. Рахмет. Құрметті көрермен, жаңа таң, ол жаңа мүмкіндік. Сіздермен болған мен Азерке Қанағат. Бейсенбінің күні, бейсенбінің кеші сәтті өтсін, қасиетті жұманың таңында жүздесетін боламыз.